Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге қыстық салат, яғни баклажаннан салат дайындап көрсететін боламын. Өте дәмді, әрі атылмайтын сенімді рецепт деп айтсам болады. Міндетті түрде осы әдіс бойынша жасап дайындап көріңіздер. Алдымен видеоны көрмей тұрып каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Бізге керек заттар: баклажан, помидор қажет болады, тәтті бұрыштың түсі өзіңіздің қалауыңыз бойынша, және пияз. Сосын бізге укроп немесе кинза қажет болады. Негізі кинза пайдаланған дұрыс. Сарымсақ қажет болады. Сосын бірінші пиязымызды өте майда бөлікпен жақсылап турап аламыз. Дайындап барынша майда қылып турауға тырысыңыздар, себебі біз қазір оны қуырамыз. Тәтті бұрышымызды жақсылап жуып тазалап, ортасындағыларын бәрін толық алып, жақсылап жуасыздар қыздар. Сосын ұзынша етіп турап, көбіктап турайсыздар. Барлығын осы әдіспен турап дайындайсыздар. Баклажанның да бас жақ бөлігін алып, жақсылап жуып, ұзынша етіп кесіп, көбіктап турап, оны да дайындап қоямыз. Помидордың да керек емес жерін алып, жақсылап жуып, көбіктап тураймыз барлығын. Барлық көкөністердің барлығын көбіктап турайсыздар. Кинза, чеснок барлығын қолмен турайсыздар. Қазанға майымызды құямыз, қыздырамыз майды. Қызып тұрған майға бірінші пиязымызды салып, пиязымыз сап-сары болып, пияз өлгенше, яғни құнарын жоғалтқанша қуырасыздар. Міне видео барысындағыдай сап-сары қуырасыздар. Сосын екінші кезекте біз помидорымызды қосып, жақсылап араластырып, бетін жауып, орташа отта әбден оның соғы шыққанша жарты сағат қуырасыздар, немесе 20 минут. Оттың қызғанына байланысты. Біздің баклажанымызға тұз салып, барлығын жақсылап араластырып, бөлек қойып қоямыз. Оны соңында қосамыз. Баклажанның бойындағы суы шығады, бізге суы қажет жоқ, баклажанның өзін қосатын боламыз. Яғни баклажан ащы келеді, сол суын алып шығарып тастаймыз. Міне қараңыздар, помидорды қосып болғаннан кейін тағы да жақсылап араластырасыздар да тәтті бұрышымызды қосамыз. Негізі қызыл түсін қоссаңыздар әдемірек вид береді, ал дәм жағы бірдей болады. Сосын біз баклажанды қосамыз. Үшінші кезекте мына қараңыздар, баклажаннан қалған мөлшердегі су. Бұны қоспаймыз, бұны төгіп тастаймыз. Дәміне қарай тұзын, қантын саламыз. Грамын барлығын описанияға жазып қалдырам. Бізде қант помидордың қышқылын басады, баклажанның помидордың қышқылын басады. Барлығын жақсылап араластырып, қақпағын жауып, тағы да жарты сағатқа қойып қоясыздар баяу отта. Ешқандай су қоспайсыздар. Негізі бір бокал су қосуға да болады, қосам дейтін болсаңыздар. Сосын баяу отқа қойғаннан кейін бізде виді басқа болады, түсі. Байқап қарасаңыздар, ең соңында бір 20-10 минут қалған кезде кинза мен чеснокты қосып жібересіздер. Бұны әбден қайнатуға болмайды. Бар жоғы 10-15 минут қана қайнатсаңыздар болды қыздар. Өзінің құнарын қатты жоғалта қоймайды. Барлығын жақсылап араластырамыз. Осымен бізде салат дайын. Бар жоғы дайындалу барысы қуырумен есептегенде 1 сағаттан 10 минуттай асады. Осы уақытта уже бізде салат дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, маған қатты ұнады. Енді жыл бойы осы рецептпен дайындап отырамын. Нанмен жесеңіз де, палаумен жесеңіз де, макарон тағамымен жесеңіз де өте дәмді үйлеседі. Дәл осы құрам бойынша дайындайтын болсаңыздар, 3,5 литр шығады сіздерге қыздар. Банкамен оның қақпағын жақсылап булап дайындайсыздар да, буланған банкеге салаттарыңызды құйып, қақпағын жауып, жақсылап крышкасын жауып, банканы жауып аласыздар. Осымен болды, салат дайын. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер каналым ұнап жатса, қазақша каналды қолдап, көк батырма подписацияны басып, парақшама, яғни менің YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта күшті рецептермен бөлсем. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.